Кемпірім ау, осы тұзақты істеп болып, орманға бірге барып қойып келейік. Жарайды. Кәне маған жіпті бере қой. Тұзақты жақсылап орнатсақ, жақсы аң түседі. Жарайды. Сосын екеуміз шет жақта тұра тұрайық. Жарайды. Ол жамызға қаз түсіпті. Мені жібер, бір жылдан соң не сұрасаң, соны аласың. Жоқ, олай болмайды. Жоқ, жіберемін. Міне ұшып кетті. Қазымай, Арадан бір жыл өтіпті. Мен Қазбайға барып келейін. сен одан көп байлық сұра. Жарайды, көрерміз. Жақсы шал, жолың болсын, ай барып аман қайт. Әй балам, қалайсың? Мұның барлығы кімнің түйесі екенін білсем болады ма? Иә ата, бұлар Қазбайдың түйелері. Балам, мына қойлардың барлығы кімдікі? Ассалаумағалейкум ата. Бүкіл қой Қазбайдікі. Балам, Қазбайдың бұдан басқа нелері бар? Қазбайдың 3 нәрсесі бар. Піс қазаным піс. Қалаған тамағыңызды шығарады. Құс есегім құс. Құс десе алтын құсады, ұр тоқпағым ұр. Ұр тоқпағым ұр десе тоқтамай ұрады. Осы 3 нәрсесі бар. Жақсы балам, рахмет. Жақсы ата, сау болыңыз. Қазыбай шынымен де өте бай сияқты. Ауылында молшылық екен. Әй, кешірші балам, Қазбайдың үйі қайсы екенін айтып жіберші. Әне ата, артыңыздағы үй. Ей, үйде кім бар? Қош келдің ата, үйге кір. Рахмет қазым, қуанып тұрмын. Қазбай, сен осыдан бір жыл алдын уәде еткен едің, соған келіп тұрмын. Қалауыңды айт, не қалайсың? Сенде піс қазаным піс бар екен, маған соны бер. Жарайды. Міне саған піс қазаным піс. Бұған піс қазаным піс десең, түрлі тамақтарды әп-сәтте дайын етіп береді. О, қандай ғажап. Қазаннан пісіп еттер шықты. Таң ғажайып. Мынаған қара. Рахмет қазды. Қазанымды арқалап шығайын. Қош ата. Шаршап тоқтадым. Аман ба ата. Ата, үйге кіріп шай ішіңіз. Балалар, піс қазаным піс демеңдер. Жарайды. Піс қазаным піс дейді. Піс қазаным піс дейді. Кемпірім, қарашы, біз енді ешқашан таршылық көрмейміз. Піс қазаным піс десем, барлық тағамдарды шығарады. Ештеңе шықпайды. Қаз сені алдап жіберген. Қазбайдың алдауы мүмкін емес. Мен қазір одан барып сұраймын. Қазанды да өзіңмен ала кет. Қазбай ау, мынадан ештеңе шықпайды. Олай болу, піс қазаным піс, піс қазаным піс. Ата, бір қателік кеткен болар, мына есекті ал. Бұл есекке құс есегім құс десең, алтын құсады. Құсады. Қане, есегім құс, есегім құс. Шіркін, алтын құсты. Қандай бақыт! Жүр есек, мен сені үйге апарайын, сені көріп кемпірім қуанып кететін шығар. Ассалаумалейкум ата, қалыңыз қалай? Үйге кіріп дәм ауыз тиіңіз. Жарайды. Балалар, құс есегім құс демеңдер. Құс есегім құс, құс есегім құс. Алтын құсады. Есекті ауыстырып қойайын. Ата біліп қоймасын. Міне кемпір саған алтын құсатын есек алып келдім. Құс есегім құс. Шала, осымен екінші рет бұдан ештеңе шықпайды, Қазбай сені тағы алдап жіберген. Қазбай, бұл есек жалған болып шықты. Олай болуы мүмкін емес. Кәне, құс есегім құс. Ата, енді мынау ұртоқпақты ұстаңыз. Ұртоқпағым ұр десеңіз бәрі шешіледі. Жарайды Қазбай, соңғы рет саған сенемін. Бұл ұртоқпағым ұр. Қане ұртоқпағым ұра ғой. Ата, тоқтатыңызшы, заттарыңыздың барлығын береміз. Ата, мінеке қазаныңыз бен есегіңіз. Бізді кешіріңіз. Енді рұқсатыңыз атын алалар. Рахмет сендерге.
Міне кемпір Қазбайдың беріп жібергендері. Енді ешқашан тапшылық көрмейміз. Балаларым осымен ертегі аяқталды. Қалай, сендерге ұнады ма? Балақай, бізбен бірге болғаныңа рахмет. Тіркеліп, лайк басып кет. Қош сау бол. Бұрынғы өткен заманда бір қыз болыпты. Анасы оны өте жақсы көреді екен. Әжесінің де ең сүйікті немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Осы жерден ертегі басталады. Кел балақай, бірге көрейік. Анашым, қайырлы таң. Қайырлы таң, қызым. Кел, таңғы асыңды ішіп ал. Сосын әжеңе баруың керек. О, әжеме барамын. Онда әжем сыйлаған қызыл телпекті киіп аламын. Ол маған қатты ұнайды. Қызым, әжеңе мына самсаны алып барып, хал жағдайын біліп қайт, жарай ма? Жарайды, анашым. Жақсы, барып қайт, жолда абай бол. Әжеңе сәлем айт. Мақұл, уайымдама, анашым, мен кетейін. Сақ бол, қызым. Деп ән айтып қойған қыз. Әжесі тұратын ауылға жету үшін орман арқылы өтуге тура келеді. Қызыл телпек орманда жалғыз жүрудің қаншалықты қауіпті екенін білмеді. Сондықтан ол өлең айтып, гүл теріп асықпай жүрді. Бір кезде орманның ішімен келе жатқан қыздың алдынан бір қасқыр шығады. Ку-ку, сәлем қызыл телпек. Сен жалғыз өзің қайда бара жатырсың? Әжеме бара жатырмын. Анашым ыстық самса беріп қайт, жағдайын біліп қайт деді. Ал сенің әжең қай жерде тұрады? Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылда, орманның шыға берісінде тұрады. Қасқыр, сен өзің мұнда не істеп жүрсің? Мен орманда жалғыз өзім зергіп жүрмін. Сені көріп қалдым. Ар жақтан орманшылардың дауысы естілді. Қызыл телпек, кел, екеуміз ойын ойнайық. Кім бірінші әжеңе барады, сол жеңеді. Жарайды, ойнайық, қызық болады. Сен мына оң жақтағы жолмен кет, ал мен сол жақтағы жолмен жүремін. Кеттік онда. Ойнап жатырмыз. Иә, қызық. Қасқырдың ұсынысына келіскен қыз ұзақ жүретін жолға түседі. Ол жол жөнекей асықпай гүл теріп барады. Ал қасқыр алда артына қамай, тура ауылға қарай тездетіп бет алады. Қызыл телпектің әжесінің үйіне осылай ерте жеткен ол есікті қағады. Тук-тук. Тук-тук. Әй, есікті қағып тұрған қайсың? Әже, мен ғой, қызыл телпекпін ғой. Айналайын, қызым. Тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады. Мынау сенің аяқ қолыңды жақсылап байлайын. Ой, қасқыр, неғып жатырсың? Қорықпа, асханаға тығып қоямын. Байлауды қой, шығар мені. Міне, дайын, енді тып-тыныш отыр. Қой, қасқыр, көзілдіргімді алма. Рахмет, әже. Енді мен сенің кроватыңда жатамын. Жүре ғой, досым, орманның ана шетінен барып ағаш шабайық. Сосын үйге қайтармыз. Жарайды, кеттік. Мықты! Жақсы шабасың. Тук, әже, мен келдім. Тұтқаның жанындағы жіпті тарт қой. Сонда есік ашылады. Әже, мен келдім. Кіре бер, қарағым. Әже, сіздің даусыңыз неге қалың? Тамағым ауырып тұр, қызым. Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен? Сені жақсы есту үшін, қызым. Әже, көзіңіз неге үлкен? Сені жақсы көру үшін, қызым. Әже, тісіңіз неге сондай үлкен? Сені тезірек жеу үшін, қызым, ау! Мына алсаған! Алғай! Әттеген-ай! Қайда қашты? Досым, мына үйде бір нәрсе болып жатқан сияқты, жүр үйдің ішіне кіріп көрейік. Иә, үйге қарай барады. Аңшылар, қасқыр, көмектесіңдер! Қорықпа, қызыл телпек! Байлап тастаңдар, қашып кетпесін. Рахмет, аңшылар. Құлыным, аман есен келдің бе? Иә, әже, мен аман есенмін. Сені көргеніме қуаныштымын. Қызыл телпек пен әжесі Мен де отыншыларға әжесін алғыстарын білдіреді. Енді қауіпсіз Әжесі шай қойып, немересі әкелген самсаларды себеттен шығарып, дастархан жаяды. Сөйтіп үшеуі жақсылап тұрып шай ішеді. Әңгіме дүкен құрады. Қасқырдың сыбағасын қалай бергендерін айтып мәз болады. Балақай, міне біздің ертегіміз аяқталды.
Ертегі ұнаса лайк басып достарыңмен бөлісіп қош сау бол. Келесі кездескенше. Ертеде. Ешкі жүні бөртеде. Қырғауыл жүні қызылда. Құйрық жүні ұзында. Кең далада бір кедей ұста өмір сүріпті. Ол темір соғып, елге пайдасын тигізіп күн көрген екен. Бірақ тұрмысы жұпыны, үйі ескі, киімі қарапайым болыпты. Сонда да ол ешқашан адалдығынан айнымай, еңбек етсең емерсің деп тіршілігін жалғастыра береді. Бір күні ұста тауға отынға барады. Жартастың түбінде әлсіз дауыс естиді. Қараса, бір қарт адам тас астында қысылып қалыпты. Ұста бар күшін салып, тасты көтеріп, қартты құтқарады. Көмектесші балам. Иә ата. Рахмет саған балам. Қозғалмаңыз. Жарайды. Енді тұрыңыз. Үлкен рахмет саған. Балам, сенің жүрегің таза екен. Мен жай адам емеспін. Еңбегің мен адалдығың үшін саған мына балғаны сыйлаймын. Бұл балға қай жерде әділдік керек болса соны орнатады. Бірақ оны тек адал ниетпен қолдан, деп шал өз жөнінен кетті. Алтын балғам, енді отын жинап үйге қайтатын кез келді. Отынымды арқалап үйге қарай бет алайын. Келесі күні ол темір соққанда, балғасы тиген темір әп-сәтте мінсіз қалыпқа түседі. Еш қателік болмайды. Жасаған бұйымдары берік, әдемі шығады. Елдің бәрі соған ағылып келеді. Ұстаның аты алысқа тарайды. Мына құралдарды алыңыздар, халыққа таратып беремін. Рахмет жігітім, сен халыққа нағыз көмекшісің. Иә, көп рахмет. Оңай ғой, бәріңе жетеді. Риза болсаңдар, мен бақыттымын. Өте еңбекқор адал жігіт. Иә, алтын балғасымен бәрін мінсіз жасайды. Иә, дұрыс. Ұста жігітті естідің. Өте адал әрі ұста екен. Иә, қолынан келмейтіні жоқ. Алтын балғасы қолаған затты қалыпқа келтіреді екен. Мен оның алтын балғасын барып көрейін. Барлық адамның аузынан түспей жүрген қандай балға екен? Сен маған алтын балғаңды бер. Жоқ, мен мұны ешкімге бере алмаймын. Бұл жай алтын балға емес, аманат балға. Аманат па, оны маған беруге тиіссің. Жоқ, бұл менің борышым. Сонда ол балғаның қандай күші бар? Неге оны қызғыштай қорғап жүр? Егер сол балға пенікі болса, байлығыма байлық қосылатын еді. Мен ол алтын балғаға қалайда болмасын қол жеткіземін. Осыдан қарада тұр. Сендер бүгін ұста жігіттің үйіне ұрлыққа түсіп, маған алтын балғаны алып келіп бересіңдер. Болды, ол сенікі болады. Жарайды, онда біз кеттік. Қалайда балғаны алып келеміз. Ұста жігіт енді не істей алады екенсің, көрерміз. Мінекей сенің тапсырмаңды алтын балғаңды алып келдік. Мінекей еңбек ақыларың. Ешкім естіп білмесін. Жарайды, кете беріңдер. Алтын балға қайда кеткен? Ақсақал оны адал ниетте ғана пайдалану керек деп ескерткен болатын. Ауырды! Алға аяғыма түсті! Ұста жігіттің айтқаны рас екен. Алтын балғаны тек адал ниет пайдалану керек деп айтып еді. Ал мен оны ұрлап алдым. Менікі дұрыс емес. Алтын балғаны қайттан өзіне апарып берейін. Міне сенің алтын балғаң. Бұл балға сенікі. Менен бір қателік пе? Қайтарғаныңызға үлкен рахмет. Ұста балғаны қайталған соң, байлыққа мастанбайды. Керісінше, ауылға көпір салып, жетім жесірге көмектесіп, еңбегімен елге пайдасын тигізе береді. Уақыт өте келе, алтын балға ғайып болады. Бірақ ұста бұрынғыдай-ақ шебер болып қала береді. Уақыт өте келе, алтын балға ғайып болады. Бірақ ұста бұрынғыдай-ақ шебер болып қала береді. Сонда ел түсінеді. Шын қасиет балғада емес, адамның адал жүрегі мен маңдай терінде екен. Сөйтіп ұста елге сыйлы болып ұзақ ғұмыр кешіпті. Ертеде, орманның тереңінде піл мен маймыл тату тәтті дос болып өмір сүріпті. Екеуі күнде бірге ойнап, бірге серуендеп, бір-біріне көмектесіп жүреді екен. Сөйтіп, екеуі кім мықты екенін анықтамақ болып, кішкентай ғана тартысқа түсіпті. Досым, жүр ойнап қайтайық. Жарайды досым, кеттік алға.
Маймыл, сен білесің бе, менің күшім өте көп. Мен мықтымын. Менің бойым таудай, күшім де көп. Ашулансам бар ғой, кез келген ағашты қопарып тастаймын. Жоқ, мен күштімін. Иә, мен өте шапшаңмын, жылдаммын. Иә, сенің қимылдарың өте жылдам. Ағашқа да жеңіл өрмелеп шыға аламын. Көрсетші, мен қарап тұрайын. Пел, мен сенен қарағанда мықтымын. Мен өте шапшаңмын. Бірақ сенің күшің аз. Жоқ, мен мықтымын. Мен сияқты күшің көп емес. Сенен күштімін. Сенен қарағанда мен мықтымын. Жүр, одан да орман ақылгөйікіден барып сұраймыз. Иә, дұрыс айтасың. Ол бізге көмектеседі. Жолға шығайық. Иә, мен дайынмын. Ассалаумалейкум үкі аға, қалайсыз? Уағалейкум ассалам, қалайсыңдар? Келіңдер, не мәселелерің бар? Біз кім күшті екенін анықтай алмай жатырмыз. Менің күшім көп, сабырлымын, денемде үлкен, Ал мен өте шапшаңмын, талға өте тез әрі жылдам шығамын. деді. Екеуіңнің де айтып жатқандарың орынды. Алайда мен кім мықты екенін анықтау үшін сендерге бір тапсырмам бар. Жарайды, ол қандай тапсырма? Орманның ортасындағы өзеннің арғы шетінде үлкен банан ағашы өседі. Содан кім бірінші барып банан алып келеді? Сол мықты. Жарайды, онда біз жолға шығайық. Мына жерден қалай өтеміз? Мен судан қорқамын. Қорықпа, мен көмектесемін. Рахмет, досым. Енді қорықпа, мен сені алып өтемін. Жарайды. Мінекей банан ағашы. Енді бананды қалай аламыз? Уайымдама, мен қазір өрмелеп шығып алып. Мен бананды алдым. Ура! Қандай керемет! Міне саған, рахмет, дәмді. Міне досым, жартысы сенікі, ал қалғаны менікі. Рахмет саған, досым. Біз қуаныштымыз. Иә, мен де қуаныштымын. Банандарды қолымда ұстап, үйге қайтамыз. Иә, үйге қайтайық. Бірге қуанып, үйге қайтамыз. Охо, әне тапсырманы орындап келіпсіңдер. Кім алды бұл бананды? Бананды алуға маған піл көмектесті. Егер де піл болмаса, мен өзеннен өте алмас едім. Әне көрдіңдер ме? Сендер бананды алу жолында бірге күрестіңдер, бірге жеттіңдер. Сендердің күштерің бірлікте. Егерде сендер бір-бірлеріңе көмектеспегенде, бұл бананға жете алмас едіңдер. Күш пен шапшаңдық бірлескенде, ол үлкен күшке айналады. Дұрыс, күшіміз бірлікте екен. Иә, бірлікте күш бар. Рахмет сізге, үкі аға. Біз енді өз жолымызбен кете берейік. Сау болыңыз. Мінекей бүгінгі ертегіміз соңына жетті. Біздің күшіміз, біздің бірлігіміз. Балақай ұнаса, лайк басып тіркеліп кетті. Мысығым, мысығым. Мысығым, мысығым, кел. Жарайды, келмесең келме. Мақта қыз, сен мен неге шақырдың? Айтпаймын, өзің шақырған кезде келмедің. Шақырып па едің? Иә, енді өкінесің. Онда мен сенің сүтіңді төгемін. Мысық, мен саған ренжідім. Мақта қыз, мені кешірші. Мақта қыз, мені кешіруің үшін не істесем болады? Маған сүт алып келіп бер, сонда мен сені кешіремін. Сәлем, сиыр, қалайсың? Сәлем, мысық. Сиыр, сен маған сүт берші. Мысық, менің қарным аш. Сен маған жапырақ берсең, мен саған сүт беремін. Жарайды. Сәлем ағаш, сен маған жапырақ берші. Сәлем, мысық. Мен шөлдеп тұрмын, су ішкім келіп тұр. Мысық, сен маған су алып келіп берсең, мен саған жапырақ беремін.
Жарайды, онда мен кете берейін. Қыздар, сұлу қыздар, маған су беріңдерші. Сен бізге сағыз берсең, біз саған су берем. Жарайды, онда қыздар, мен кете берейін. Қош бол, мысық. Саламатсыз ба, дүкенші апай? Сіз маған сағыз беріңізші. Сәлем мысық, сенде ақша бар ма оған? Жоқ. Мысық, сен онда ақшаның орнына маған жұмыртқа алып кел. Жарайды. Сәлем досым, сен маған жұмыртқа берші. Менің қарнымның ашып тұрғаны. Сен маған бидай алып келіп берерсің? Жарайды, онда мен кеттім. Қапәт деген ай, мақта қыздың сүтін төгіп нем бар еді. Енді бидайды қайдан табамын? Жаныңның барында айт. Ініңде не бар? Кішкене бидай бар еді, мен саған соны алып шығып берейін. Міне, ал. Мен саған бидай алып келдім. Міне, ал. Ма саған жұмыртқа. Жарайды, онда мен кеттім, рахмет. Міне сағызыңды ала ғой. Жарайды, рахмет. Қош бол. Қыздар, мінеки сендерге сағыз. Вау, рахмет, мысық. Міне сенің суың. Рахмет! Қош бол, мысық. Келесі кездескенше. Рахмет саған, досым. Жарайды, онда мен жапырағымды алып кете берейін. Мінекей сенің жапырағың. Маған енді шелекпен сүтті бер. Міне ала ғой. Вау, менің ақылды мысығым сүтті әкелгеніңе үлкен рахмет. Я, сен менің жақсы досымсың. Бізбен бірге соңына дейін болғаныңа рахмет, балақай. Лайк басып тіркеліп кет. Сондай-ақ мына менің ақ мысығым да саған алғысын білдіреді. Каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Атасы қарашы, бүгін күн жарқырап, салқын самал есіп тұр. Иә, Аллаға шүкір. Кемпірім-ау, ыстық шай ішейік. Жарайды. Апасы ыстық бауырсақ істеші. Үйде оң қалмап еді, барып қамбаның түбін көрейін. Қазір қайтам, күте тұр. Атасы, сенің бағына орай ұн бар екен, қазір саған ыстық бауырсақ жасап беремін. Ай, рахмет. Сенің барың қандай жақсы. Бисмилля. Осы бауырсақты жеген адамның дені сау, өмір жасы ұзақ болсын. Қазір бауырсақтарды кесіп пісіріп алсам дайын болады. Міне, қазір майға салып жіберемін, қараңдар қандай әдемі қызарып жатыр. Дайын болды, қандай дәмді иіс шықты. Бауырсақты терезенің алдына қояйын, тез суиды. Апа терезені ашты. Мен қашамын. Терезеден қашып кеттім. Вау, қандай керемет табиғат. Мен бауырсақ. Бауырсақ, сен орманда не істеп жүрсің? Мен сені жеп қояйын ба? Қоян, сен мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, сыпырадағы нан ұсақ. Атамнан да, апамнан да қаштым, қоян енді сенен қаштым. Бауырсақ, орманда жалғыз өзің не істеп жүрсің? Мен сені жеп қояйын ба? Қасқыр, сен мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Жарайды, тыңдайық. Мен бауырсақ, сыпырадағы нан ұсақ. Апамнан да, атамнан да қаштым. Қояннан да қаштым, қасқыр, сенен де қашамын. Бауырсақ, орманда жалғыз өзің не істеп жүрсің? Мен сені жеп қояйын ба? Аю, сен мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, сыпырадағы нан ұсақ. Апамнан да, атамнан да қаштым. Қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Аю, сенен де қашамын. Бауырсақ, орманда жалғыз өзің не істеп жүрсің? Мен сені жеп қояйын ба?
Түлкі, сен мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Сенің өлеңіңді құлағым естімейді. Бауырсақ, мен сені қолыммен көтере тұрайын. Сонда сен маған жақын боласың. Жарайды. Бауырсақ қайдасың? Әй кемпірім, біз бауырсақты таба аламыз ба? Уайымдама, атасы, табармыз. О, жоққық, тиіспе бауырсаққа. Хей! Ата, апа, мені кешіріңдерші. Сіздерге үлкен рахмет. Бауырсақ, енді үйден өзің жалғыз орманға қарай барма? Жарайды, ата. Мені Тәңірім сендердің бәріңнен кем жаратыпты. Аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмай жер жорғалап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сендер бүтін тілдісіңдер, ал мен болсам айыр тілдімін. Ойлап отырсам араларыңдағы ең сорлысы мен екенмін. Ал сендер маған көмектескілерің келмейді. Сен қасіретті көп тарттың, ондайлар өте әділ келеді. Бізге патша бол. Бүкіл әлемге патша болып барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы өмір сүрер едім. Кез келген тамақты ішпей ең тәттісін ғана жейтін едім. Маса шыбын, сендерге маңызды тапсырма бар. Егерде кім бірінші менің айтқан тапсырманы орындаса, сендерге үлкен сыйым бар. Патшамыз, сен айтқаныңды бұлжытпай орындаймыз. Маса шыбын, сендер бүкіл әлемді аралап, жанды мен жансыздардың дәмін көріңдер. Сөйтіп маған ең дәмді қан кімнің қан екенін айтасыңдар. Жарайды, онда біз жолға шықтық. Балам, не болды? Уайымдама, қазір келдім. Масаның шаққан ма? Көрсетші. Ең бірінші мен таптым. Алақай. Маса жаңа неге қатты қуандың даусың, жер жарды ғой. Патшамыздың бұйрығы. Жерді аралап, кімнің қаны тәтті екен табыңдар деген. Сондай ма? Онда мен де қосылайын. Иә, Маса маған айтпай-ақ қой. Менің үлкен денем болғанымен сен сияқты емеспін. Деу енді. Ол адамдардың қаны. Олар сондай дәмді. Мәссаған солай ма? Маған үнемі анам айтып отыратын. Ең дәмді қанның дәмін көргеннің тілінде алтын мөрі болады деп. Сенің тіліңдегі мөрді көрсем арманым жоқ еді. Енді қалай айтатыныңды көрерміз. Зың. Маса, сені дым түсіне алмай тұрмын. Ол айтады, әлемдегі ең дәмді нәрсе топырақ дейді. Масаның бұл халіне қарлығаш, сен кінәлісің. Балақай, бізбен бірге болғаныңа рахмет. Тіркеліп, лайк басып кет. Сау бол, көріскенше.